іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоны басымен жатып сіздерден қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Бүгінгі видеомызда FIFA емес, сондықтан да бүгінгі видеомызда әлем чемпионаты 2022 жылы өтетін Катардағы әлем чемпионатының іріктеу ойындары. Бүгінгі ойынымызда біз Қазақстан құрама командасымен Франция командасымен кездесетін болады. Бұл ұлттық құрамалар енді таблицасында бізде таблицамызда Финляндия және де Украина командалар бар. Босния Герцеговина және де Украина командаларымен кездесетін болады. Біздің енді алғашқы матчымыз осы Францияға келіп тұр. Францияны қабылдайтын боламыз өзіміздің Астана аренада. Сол матчты енді сіздерді көруге кеңес беремін. Көріңіздер және де біздің ұлттық құрамаға жанкүйер болыңыздар. Енді ұлттық құрамамыз алғашқы ойын өткізеді. Франция ұлттық құрамасы бірінші ойын Украина елінде өткізіп келген еді. Ол матчта тең нәтижесінде аяқталды матч. Енді бірінші ойында Франция ұлттық құрамасы алғашқы тең нәтижесімен аяқталған еді. Бір ұпаймен қазіргі уақытта 4-ші орында келе жатыр. Енді Франция ұлттық құрамасы қазіргі уақытта енді Астана аренада жаттығуларын ұйымдастырды. Мбаппе бастаған, Гризманн бастаған үздік футболшылар, әлем чемпиондары енді Астана аренада және де жаттығуларын бастап өздерінің ертеңгі матчқа дайындалып жатыр. Бұл өздеріңіз көретіндей, енді бізде алғашқы Қазақстанға келген футболшылар бұл Гризманндар бар, мысалы Марсиалдар келген еді. Бұл футболшылар енді Мбаппе келмейді деп ойлаймын. Бұл жерде енді жұлдыздардың бірі Мбаппе деп ойлаймын осы Франция ұлттық құрамасында. Сондықтан ертеңгі матчты көрсеңіздер болады. Енді көптеген футболшылар пресс-конференцияда баспасөз мәслихатына келген еді, өздерінің ойларын айтты. Және де ол жерде енді капитаны, Франция ұлттық құрамасының капитаны Юго Лорис шыққан еді. Оны қазір сіздерге айтатын боламыз. Бұл жерде енді Астана аренада жанкүйер болмағандықтан өте қиын болады деп ойлаймын Қазақстан ұлттық құрамасына. Бірақ бұл ойын енді Франциямен өтетін ойын өте тәжірибелі ойын болу керек. Өзінің білгенін үйреніп, кішкене бір шабуылға шығуға тырысу керек. Енді Франция қалай болады? Бұлар енді ұпай жоғалтқаннан кейін кішкене бұл қазақша айтқанда есесін жібермеуі мүмкін. Жеңіс үшін келіп тұр бұл команда, сондықтан да өте қиын біздің сборнияға. Сондықтан да барынша қорғанысқа жатып алмай, тек шабуылмен екі арада шаршамай жұмыс жасау керек біздің жігіттерге. Францияның құрамасының капитаны Юго Лорис баспасөз мәслихатында өз ойымен бөлісті. Ойынның оңай болмасы сөзсіз, 5 сағаттық уақыт айырмашылығын үйренісу қиын болып тұр. Талас салқындау екен, дегенмен бізге бар жағдай жасалған. Егер қарсыласымызды бағаламасақ, бұл бізге қымбатқа түсуі мүмкін. Бельгия қазақ жерінде ойнап бар жоғы 0-де есебімен жеңіске жетті. Оларға бұл жеңіс оңайға соққан жоқ. Ертең біз өзіміздің ең үздік ойынымызды көрсетуге тырысамыз. Матч Украина құрамасының қарсы өткен ойындағыдай болады деп ойламаймын. Қазақстанға әуежайда күтіп алған қонақжайлықтар үшін үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осылай жауап берген еді Франция ұлттық құрамасының капитаны. Енді біздің ойыншылардың арасында бізге баспасөз мәслихатына өте асхаттағы берген футболшымыз шыққан еді. Оның енді өздеріңіз осы жерден көре аласыздар мәслихатта сөйлеген сөзін. Енді әрине Франция құрамасы әлем чемпионы. Ойынға ерекше дайындалып жатырмыз. Енді ойынға тастүйін дайынымыз деп ойлаймын. Енді бапкеріміз ойынға өзінің қалай ойнайтын тактикамызды үйретіп, жақсы ойын күтудемін. Франция ұлттық құрамасының бапкері Дешам: Қазақстан жайлы алғашқы әсерім жақсы, олар бізді жақсы қарсы алып жатыр. Мен де ойыншыларда дән ризамын. Қазақстан құрама командасы қорғаныста өте жақсы ойнайды және шабуыл шебіне қауіп төндіре алады біздің қорғанысқа деп жауап қайтқан екен.
Осылай достар, сіздерге ойын алдындағы мәліметтерді шығардық. Қалай не істейді баспасөз сөйлеген сөздеріне шейін. Енді бүгінгі матчта біздер барынша өзіміздің құрама командамызға жанкүйер боламыз. Енді қанша дегенмен әлем чемпиондары болса да енді жеңілетін күндері болады. Сондықтан да біздің командадан жеңілсе екен деп тілейміз. Сондықтан да барынша жанкүйерлік етейік достар. Енді Франция ұлттық құрамасы өздеріңіз білетіндей, олар шыны керек жасанды алаңда ойнап көрмеген, өздері табиғи алаңда ойнап үйренгендіктен жасанды алаңда біздің ұлттық құраманың ойыншылары да өте жақсы ойнайды. Сондықтан да бұл біздің бір артықшылығымыз деп ойлаймын. Сондықтан да жеңіске жетуге кішкене болсын бізде талпыныс бар. Сондықтан да материалдық былай айтқанда неміз бар. Сондықтан жеңу керек. Жеңбесек те тең нәтижесі біз үшін өте жақсы деп ойлаймын. Әлем чемпиондарымен тең ойнаудың өзі біз үшін құрмет. Сондықтан да барынша біздің жігіттерге сенеміз. Ертеңгі ойында жолымыз болғанын қалаймын. Достар, енді біздің құрамаға сенім артып комментария жазып кетіңіздер. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.